қалай? Жақсы. Тамаша. Ал, біз мына бүгінгі сабақты күндей күлімдеп бастаймыз. Балалар түсінікті ме? Ырғақтың сайысы болған екен? Жазушы, этнограф, абайтушы, және қоғам қайраткері. Жақсы. Осыны қысқаша етіп дәптерге жазып аламыз. Еңбек етуге ерінген адам қандай болады? Қол көтереміз. Ал, қандай? Еңбек етуге ерінген адам ол оның пайдасы жоқ. ақшасы жоқ адам кедей болады, жалқау болады. Ал егер адам көп жұмыс істесе, көп пайда тапса, ол ертең отбасының өзіне жақсы, өте жақсы. Жарайсыз. Енді топтық тапсырмалар орындаймыз. Осының алдыменен балалар оқулықтан 25-ші бетті ашыңдар. 25-ші бетте оқудың тапсырмасы. Бұл жерде Ыбырай Алтынсариннің әңгімесі берілген. Оқимыз. Ал ендеше балалар оқып болса, мына жерде қарама-қарсы мәнді сөздерді табамыз. Ауызша. Бірінші сөзге елік қолыңыз көтеріп табамыз. Жалқау, еңбекқор. Жалқау, еңбекқор. Тамаша. Екінші дөнен. Жақсы, тамаша. Жарайсыздар. Енді дұрыс жауапты көтереміз. Жақсы. Дұрыс келген бала? Өте жақсы. Жазылым. Осы оқылым тапсырмасы бойынша Антон қалай ауылға жетті? Қалай байлыққа жетті? Өз әрекетіне ұялды, еңбек жасады. Тамаша. Тіленшіліктен айырылды. 25 жыл байлыққа жетуге ұмтылды. Өте жақсы. Тамаша. Ал, Алиман. Ол өзінде көне берді, өзіге шанс берді, болашақты ойлады, өзіге сенді. Өте жақсы. Алиман. Антон қалай байлыққа жетті? Ол өз әрекетінен ұялып еңбек жасады. Француз адамның тілін алып, жалқаулығын жеңді. Ақша жинап өз кәсібін ашты. Өте жақсы. Енді екі топ бір-бірлеріне бір тілек, екі жұмыс бір тілектен мына жерде жазып, топтар бір-бірлеріне айтыңдар. Қандай тілек айтасыздар бір-бірлеріне? Қалай жұмыс жасаңыздар? Бағалап жіберейік. Жауап беріңіздер. Өте жақсы, күшті. Жарайсыңдар, әрқайсы еңбек етуге тырысыңдар. Өте жақсы. Енді ары қарай оқу жұмысты жалғастырамыз. Тамаша. Балалар, келесі. Топтық жұмыс. Екі топқа, екі түрлі тапсырма беріледі. Шуламаймыз. Бірінші топқа әңгімеге қарапайым жоспар құрады. 5 сөйлеммен құрсын. Ал екінші топқа әңгімеге сатылай кешенді талдау. Яғни шығарманың авторы, жанры ал жазамыз. Оқушылар тапсырманы орындап болды ма? Жарайды. Бірінші кім бастайды? Қай топ бастасын? Ал. Әңгімеге қарай жоспар құрды.
Birinchisi, Fransuz yurtining bir bilimli adamı bo'lgan. Жақсы. Ол Антонға өз ақылын айтты. Жақсы. Антон өз ісіне ұялды. Және Антон өз еңбегімен бай болды. 25 жылдан соң өзіне ақыл берген адамға рахмет айтты. Өте жақсы жоспар құрылған. Оқушылар біздің ғажайып конвертке мақал-мәтелдер шыққан екен. Енді соған жалғасын табамыз мақал-мәтелдің. Бірінші мақал-мәтелді кім біледі? Қол көтереміз. Мен өзім сұраймын. Жақсы, жақсы. Ал Сабина? Небіне қарай құрмет, жасына қарай ізет. Құрмет, иә? Жақсы, тамаша. Дүние қалай етсең табылады. Жақсы. Еңбек етсең табылады. Мотивация арқасында. Өз-өзіне сенеу, болашақты ойлау. Әрқашан рахмет айту, ерінбеу. Жақсы. Ешқашан күнбеу, ешқашан саған көмек тескен адамды ұмытпау. Иә, қорқысына не жазбадыңдар? Неге мәселе жазбадыңдар? Демек, мына жақта тұрады, иә? Жақсы, жарайды. Біріншісі еңбек ету. Екіншісі еңбектен бай болу мүмкін. Антон қайыршы болған. Француз көмек берді. Француз өз ойыны етуге көмектескен. Мотивация алу керек, өзіне сенімді болу керек. Жақсы. Сабағымызды қорытындылау мақсатында 5 саусақ тәсілі арқылы кері байланыс жасаймыз. Көңілім жақсы, не үйрендім. Еңбек етсең, ақша табасың деп үйрендім. Қандай жетістікке жеттім. Көп жетістікке жеттім. Кімге көмектестім, достарыма көмектестім. Ұсынысым, ақша табу үшін көп еңбек ету керек. Жақсы. Үй тапсырмасы, 8-ші тапсырма. Мәтіннен жаңа сөздер тауып, қандай